Достар, өткен бөлімде мен Астанадан келіп, ауылда Диас деген досыммен кездестім. Менің скутердің дөңгелегі тесіліп, біраз жол жаяу жүрдік. Бізге бір бала қайта жолға берді. Диктер, шашпейтін болдыңдар ма не? Менің скутердің дөңгелегі жөнделген соң Мансұрға скутер сатып алу үшін қалаға жол тарттық. Мороженое неше теңгеден? Екеу бересіз ба? Қалаға жеткен соң бірден шөлдегенімізді қандырайық деп бір балмұздақтан алып, қысқасы осы. Мансұр, мен сонымен барайық. Жол болмай тез барамыз. Жарайдыңдар, мен сонымен барайық. Балмұздақ жеп болғанша ойымыз өзгеріп, қаланы бір аралап шығайық деп едік. Алматы қаласы Қазақстанның ең үлкен қаласы. Ал мына самокаттарды көрген соң қайтадан метроның жақын станциясына тарттық. Диас, енді қайда барамыз? Метроға барамыз. Диас, міне тағы да біреу отыр. Турникеттен өткен соң жетон сатып алдық. Жол ақысы балаларға 50 теңге екен. Ары қарай нағыз қызық басталды. Екеуміз телефонға кіріп кеткеніміз сонша айналамызда бейхабар болып отырдық. Жер астында телефон мүлде ұстамайды екен, интернет те жоқ.
Жест қалып қалған сияқты. Енді қайдан табамын? Алматыда метроның 9 станциясы бар. Енді қалай табамын? Телефонға кіріп кетіппін ғой. Мансұр! Мансұр! Яс қай станцияда екен? Телефон да ұстамайды. Әлде ауылға кете берсем бе екен? Бірақ ауылды қалай тауып барамын? Мансұр! Мүмкін станцияда шығар. Станциядан іздеп көрейін. Астанадан адаспай келдім ғой, тауып баратын шығармын, бірақ досымды тастап кеткенім болмас. Досына не болды ғой? Қайда жүр екен? Мен далаға шығып Диасқа SMS жазайын. Сол кезде мына бала Диасқа ұқсайды ма? Лифт жаққа жүре бер! Сен қайда болдың? Сен басқа пойыз ғой.